Шын ба, мынаған қара. Бір жігіт құйып жатқан жаңбырдың астында жүгіріп барады. Жарайсың бауырым. Қызықты. Менің ойымша, әдеттер мен өзін-өзі дамытудың ең ренжітетін нәрсесі негізінен шабыт идеясын өзі ғана өзгерісті әкелмейді. Яғни сіздің қаншалықты мотивацияланғаныңыз немесе шабыттандырғаныңыз маңызды емес. Яғни бұл сіз шынымен бірдеңе жасайтыныңызға кепіл емес. Бұл сіздің өміріңізді шынымен өзгертетіндігіңізді білдірмейді. Сондықтан мен айтайын дегенім, сіз ұзақ мерзімді уақыт аралығында ойлауды бастап, және бір күнде өміріңіздегі барлық нәрсені өзгертуге тырыспау керек. Мен өмірімдегі көп нәрсеге шамалы күдікпен айналыса бастаймын. Бұл өз-өзіне көмек көрсетуде ерекше қажет. Тони Роббинстің пираттық көшірмесін алғаш рет тыңдағаным есімде. Іштегі алыпты оятыңыз. Барлық өмірін өзгерткісі келетін адамдарды құрметте. Не бәле мұны? Мен өз-өзіме көмектесумен қатты айналыстым. Бұл жақсы емес нәрсе. Мен үйренгенім көбі белгілі нәрселер болды. Бірақ мен кітаптарды әрдайым шабытпен аяқтадым. Және өмірімдегі бәрін өзгертуге дайын болатын. Мәселе мынада болды. Мен бәрін бірден істегім келді. Мен бір мезгілде 6 жаңа әдетті жасауға тырыстым. Және бұл әрекеттің барлығы сәтсіз аяқталды. Содан кейін мен әдеттерімді өзгертуге эксперименттер сериясы ретінде қарай бастадым. Мысалы, мен 30 күн қатарынан спортзалға барам. Немесе мен 1 жыл бойы аптасына 1 кітаптан оқимын. Жалпы бір әдет екіншісінен қызығырақ болды. Олардың кейбіреулері мен өміріме енбей қалатын, бірақ мен тиімділігім кәдімгідей өсті. Және бұл әдеттер өзім жайлы жаңа нәрселер білуге итермеледі. Осылайша, биыл мен көбірек нәрсе үйреніп, сонымен қатар өзімнің жайлылық аймағымнан шығу үшін мен 12-30 күндік эксперимент жасайтын боламын. Және сондай эксперименттердің бірі кофеинді тұтынуды азайту. 5 жыл бойы күнделікті кофе ішетін адам ретінде мен бұл сынақтан қорқамын, бірақ кейде үзіліс жасау пайдалы болатынын білемін. 30 күн қатарынан салқын суға түсу. Мен бірнеше рет салқын суға түскенмін, бірақ мен бұны ешқашанда соншалықты ұзақ жасап көрмегенмін. Бұл мен қобалжытады. Сосын мен осы айда қантты тұтынуды азайтудан бастадым. Мен әрбір челлендждің басталған Twitter немесе Instagram желісінде жариялайтын боламын. Мысалмен алғанда, челлендждің басталуына 1 күн қалғанда. Және әр айдың соңында мен сіздерді менімен бірге осы челлендждерді өтуге шақырғым келеді. Сізге осы челлендждердің барлығын орындаудың қажеті жоқ. Мен түсінемін, бәріміздің қолымыз бос емес екенін. Және осындай сынақтардың біреуін орындау артық кеткен нәрсеге айналуы мүмкін. Бірақ егер олардың біреуі сізді қызықтырса, біреуі сізді таңғалдырса, немесе олардың біреуі сізді суға түсу сияқты қорқытса, онда мен сіздерді бұл сынақтарды менімен бірге істеуге шақырамын. Өйткені мен ойымша, біз бірге көп нәрсені үйрене аламыз. Әрине, мен түсінемін, мен көрсеткен әдеттерді тура соларды дамытудың қажеті жоқ екенін. Бірақ сіз суға түсуге қарап қорқасыз, бұтыңызға жібересіз немесе қашасыз, біртүрлі болады. Мен бұны жай ғана мысал ретінде айттым. Бірақ сен бәрібір абайбақсың. Бірақ шынымды айтсам, мұны істегіңіз келмесе бәрібір. Сондықтан мен сізге бастау үшін керек болуы мүмкін 12 жақсы әдеттің тізімін ұсынамын. Міне, мен өміріме үлкен әсер еткен және сізге көмектесе алатын 12 әдет. Күн сайын спортпен шұғылданыңыз. Жаттығуға күніне ең аз уақытты бөліңіз. Әркім жүгіруге отжимание немесе преске 10-15 минут уақытын бөле алады. Көкөністерді көбірек жеңіз. Көбінесе тамақ ішу тәртібімен көкөністерді қосу үшін смузи жасаймын. Тіпті көкөністерді күніне 1 тағамға ғана қосудың өзі айтарлықтай нәтиже береді. Күнде кітап оқыңыз. Аудиокітаптарды тыңдаңыз. Ұйықтар алдында аздап оқыңыз. Аптасына 1 кітаптан оқудың қажеті жоқ. Бірақ кітаптардан алатынымыз басқа ақпарат құралдарынан алатынымызға мүлдем ұқсамайды. Көбірек су іш. Денсаулық сақтау ұйымы күніне 2 литр су ішуге кеңес береді. Заттарды сатып алуды тоқтатыңыз. Сатып алуды кем дегенде 30 күнге тоқтату арқылы сіз көп нәрсені үйреніп алуыңызға болады. Сіз жай ғана дофаминді басыңызға жеткізу үшін ғана немесе қиындықтардан алаңдау үшін ғана сатып алу әдетіне бас тартасыз. Ақша жинап алуға да болады. Медитация. Шынымды айтсам, мен өзім көп медитациямен айналыспаймын, бірақ бұл бұрын маңызды болған әдет еді. Сізге Waking Up қосымшасы көмектеседі. Мен оны кәдімгідей ұсынамын.
Таңғы немесе кешкі режим жасаңыз. Бұл күрделірек нәрсе, оны негізгі әдеттен қиынырақ деп атауға болады. Сіз көптеген басқа әдеттермен байланысты бір әдет дамытасыз. Күн сайын таңертең немесе түнде жасай алатын 3 нәрсені таңдаңыз. Сіз жанып жатқан жобамен жұмыс істеңіз. Уақытыңыздың 30 минутын блогыңызға сурет түсіруге немесе аспапта ойнауды үйренуге бөліңіз. Біз мақсаттарымызға жетуге тырысатынымыз сонша, кейде біз содан шынымен жақсы көретін нәрсені жасауға уақыт бөле алмай қаламыз. Қоқыстан құтылыңыз. Бір ай бойы қоқыстардан құтылуға және керексіз сөрелерді тазалауға жұмсаңыз. Минималистер минимализм ойыны деп аталатын өте тиімді ойынды ойлап тапты. Ереже бойынша бірінші күні бір нәрседен, екінші күні екі нәрседен, үшінші күні үш нәрседен, солай 30-шы күнге дейін құтыласыз. Осылайша сіз көп бәледен құтыласыз. Күнделік. Ол сізге жаман ойлардан құтылуға немесе мақсаттарыңыздың айқын көрінісін алуға көмектеседі. Мен кейде біреуін қолданамын көптеген жылдар аралығында. Ертерек ояныңыз. Мен таңертең ерте тұратын адам емес тұғын. Мен бір жобаны соңғы сәтте аяқтау үшін түнде жұмыс істейтінмін. Бірақ ерте тұру маған еріншектіктен аулақ болуға және кешке бесінген отбасымен және достармен уақыт өткізуге көмектесті. Әлеуметтік желіден бас тартыңыз. Мен былтыр 30 күн бойы әлеуметтік желіден бас тартқаным туралы бейне түсірдім. Бұл өзгеріс маған күн сайын уақытты үнемдеуге және Instagram және ұқсас қолданбаларда жиі кездесетін салыстыру тұзағына түсіп қалмауға көмектесті. Сіз сондай-ақ әдеттеріңіздің күрделілігін арттыра аласыз, сонымен қатар күрделілігін азайта аласыз. Күн сайын 5 немесе 60 минут жаттығу жасағыңыз келсе, оны өзіңізге қарай өзгертіңіз және өзіңізге ыңғайлы қылып жасаңыз. Мен әдетте мұны оңай және қиналмайтын түрде жасау үшін кішкентайдан бастауды ұсынамын. 5 минут өте жақсы. Өйткені біз әдетте бір нәрсені өзін 5 минут істемейміз. Біз бар болған 5 минут дейміз. Біз таймерді орнатамыз және әдетте әлдеқайда ұзағырақ жұмыс істейміз. Сондықтан бүкіл процесті бұзып алмау үшін тым амбициозный болмаңыз. Мен сіздерге осындай видеолар түсіргеннен үлкен рахат аламын және өзім түсінген сабақтарымды сіздермен бөліскеніме өте қуаныштымын. Сондықтан да осы арнаға тіркеліңіз, жаңа бейнелерді өткізіп алмау үшін пікір қалдырыңыз. Соларды осы эксперименттерден өзіңіз есте сақтап алған ойларыңызды, сабақтарыңызды жазыңыз. Бұны бұрында істесеңіз де. Қарағаныңызға көп рахмет. Және әрине, егер сіз Мэттің арнасын қолдағыңыз келсе, оның Patreon аккаунтына өтіңіз. Сілтеме оның бейнесінің сипаттамасында болады.